Бір заманда жердің ар жағында теңіз астында бір патшалық өмір сүріпті. Бұл патшалықта қоқыстар билік жүргізетін. Бөтелкелер, пакеттер және түрлі қалдықтар теңізді басып қалған. Балықтар мен тасбақалар осы жерде тұншығып жойылып бара жатыр. Бірақ жер бетінде Айсұлу есімді қыз бар еді. Ол табиғатты жақсы көретін. Әр сенбі сайын ағаш отырғызып қоқысты сұраптап тастайтын. Бір күні Айсұлуға теңіз перісі түсіне кіріп: Айсұлу, оян, көмек керек. Теңізіміз тұншығып барады. Пластик бәрін жауып кетті. Бұл не? Түсінбе? Жоқ, бұл жай түс емес. Ертесіне Айсұлу досы Аянмен кездеседі. Аян, мен бір керемет түс көрдім. Теңіз перісі көмек сұрады. Теңіз ластанып жатыр екен. Онда не тұрыс? Кеттік тазаласап адамдарға үлгі болайық. Сәлем достар, сендердің айтқандарыңды естідім. Қоқысты жай жинап қоймай, оны сұрыптау керек. Пластик бір бөлек, қағаз бір бөлек, қайта өңдеуге жіберуге болады. Тамаша ой, сен бізге қосыл Арман. Бәріміз бірге жасыл жауынгерлеріміз. Балалар жағалауды тазартып бастайды. Бип-бип, табылған пластик бөтелке қайта өңдеу жәшігіне бағыттау қажет. Ой, мынау не, робот па? Бұл менің Кауро досым. Ол қоқысты таниды, сұрыптауға көмектеседі. Мен Кауро, табиғат тазалығына менің міндетім. Сұрақ: банан қабығы қайда тасталады? Компост жәшігі. Дұрыс. Бип-бип, эко-батырлар алға. Ха-ха, сендер не істей аласыңдар? Мен бүкіл әлемді жаулап алдым. Сенің дәуірің аяқталды. Адамдар оянып жатыр. Біз тек тазалап қана қоймай, басқаларға үйретеміз. Бип, білім, әрекет, таза, болашақ. Жасыл батырлар, сендер табиғатты құтқардыңдар. Табиғат сендерге алғыс айтады. Жарайды, жеңілсем де адамдар сабақ алсын, әйтпесе мен қайта ораламын. Бип-бип-бип, эко сақшылар жеңді. Табиғат біздің болашағымыз. Біз табиғатты қорғай береміз. Бұл біздің ортақ үйіміз. Бір бала бір әлемді өзгерте алады.